Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 12 наурызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бұл уақыт кез келген ақыл ой және шығармашылық әрекетке қолайлы, өзін-өзі тәрбиелеумен және жаңа білім алумен айналысқан пайдалы. Жылжымайтын мүлік, қоғамдық және саяси жұмыстармен бәрі жақсы болады. Ақыл ойдың шоғырлану қабілеттері әлсірейді, қиял санаңызды иллюзия әлеміне баурап алуға тырысады. Сондықтан ерекшеліктерді талап ететін кез келген жағдайлар қиындықпен өз көрінісін табады. Осы кезеңде байланысқа көп уақыт кетеді. Ескі таныстар өздерін еске түсіреді. Жаңалары пайда болады. Жағдайлар тапқырлық пен айлакерлікті қажет етуі мүмкін. Бұл уақыт істерді асықпай орындауға қолайлы. Сіз өзіңіздің жүгіңізбен ғана емес, сонымен бірге отбасыңызды қамқорлығыңызбен де қоршауыңыз керек. Мінез құлқы сізді ашуландыратын адамдармен араласудан аулақ болыңыз. Жақсы нәтижеге жету үшін өз бетіңізше әрекет етуіңіз керек. Бұл сізді көп көңілсіздіктерден құтқарады. Сізге көмегі қажет болатын адамдармен қарым-қатынас орнатыңыз. Жаңа таныстар мен романтикалық хобби үшін жақсы уақыт. Егер сізде маңызды істер болса, сырттан келген көмекті қабылдауға тырысыңыз, немесе шешім қабылдауда жауапкершілікті алыңыз. Кеңес берушілердің кеңестерін тыңдау арқылы сіз қателіктер жібере бастайсыз. Жүрек мәселесінде сізді жағымды тосын сыйлар күтіп тұр. Күн белсенді іс-әрекеттер үшін қолайлы, бірақ ешкім қателіктерден қорғалмайды. Қиындықтар асығыс шешім қабылдаудан, басқа адамдардың пікірін тыңдағыңыз келмеуінен және шамадан тыс менмендіктен туындауы мүмкін. Енді сіз мәселелерді шешуді өзіңіз кейінге қалдырасыз, немесе басқалар шешеді. Өзіңізден жоғары адамдармен дәрежесі немесе лауазымы бойынша дауласпауға болмаса, пікірталасқа түспеуге тырысыңыз. Бұл күнді тағдырлы деп айту қиын. Кез келген қақтығыстарға араласпаңыз, босаңсымаңыз және ұсақ-түйек нәрселерге алаңдамаңыз. Өзіңіздің жұмысыңызды және бос уақытыңызды әртараптандыруға тырысыңыз. Сіз бұрын мазалаған нәрселерді жоспарлай аласыз. Қазір олардың уақыты, өйткені сіз күтпеген шешімдер қабылдай аласыз. Жаңа таныстар сізді қызықтырады және өте жағымды болып шығады. Ақшамен жұмыс істеу кезінде сіз абай болыңыз, қарыз алмаңыз. Ал егер сіз өзіңіз біреуге қарыздар болсаңыз, оны қайтаруға асығыңыз. Осы уақытта сіз екі оттың арасында қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл жағдайды болдырмайтын қашу жолдарын немесе тактикасы туралы алдын ала ойлануға тырысыңыз. Сүйіспеншілік үшін енді алудан гөрі көп беру керек. Сіздің мәселелеріңізді шешуге ешкімді қатыстырмауға тырысыңыз. Күн отбасындағы үйлесімді қатынастарға қолайлы. Жеке өміріңізге жарқын түстер қосқан жөн. Сәттілік пен сүйіспеншілік құшақ жая қарсы алады. Бірақ сіздің ниетіңіз өзімшіл болмаса ғана. 12 наурызға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».